20 ғасырдың бірінші жартысындағы қандай ғылыми ашулар мен жаңа технологиялар ерекше маңызды болды? 20 ғасырдың басында қоғамдық дамуға ғылым мен техниканың ықпалы зор болды. Осы уақытта ірі ғылыми жаңалықтар ашылып, қоршаған орта туралы қалыптасқан түсініктерді қайта қарастыруға тура келді. Мұны жаратылыстанудағы революция деп атады. Ғылымдағы жетекші орында Батыс Европа елдері, Англия, Германия және Франция болды. Ағылшын физигі Джон Томсон атомның құрамына кіретін алғашқы қарапайым бөлшек электронды тапты. Антуан Беккерель, Пьер және Мария Кюридің радиоактивтіліктің әсерін зерттеуі кейбір элементтердің өзінен энергия шығаратындығы туралы қорытындыға әкелді. Неміс физигі Планк энергия бұрын ойлағандай тұтасы ағын ретінде емес, ол жекелеген шоғыр немесе квант болып тарайтынын анықтады. Ағылшын физигі Резерфорд алғашқы атомның планетарлық моделі туралы теорияны ұсынды. Ол бойынша атом күн жүйесіне ұқсас, оң зарядталған ядроның төңірегінде теріс зарядты электрондар қозғалып жүреді. Бұл теорияны дат физигі Нильс Бор толықтырды. Планк пен Бордың идеялары физиканың ерекше саласы кванттық механиканың негізін қалады. 1905 жылы неміс физигі Эйнштейн қозғалыстағы денелер электродинамикасы атты еңбегін жариялады. Эйнштейн жарықтың жылдамдығы вакуумда тұрақты, ол жарық көзінің қозғалысы мен бағытына байланысты емес екендігін және кез келген өзара әсердің шегі болатындығын дәлелдеді. Атом құрылысы туралы электрондық теория орыс ғалымы Менделеев ашқан химиялық элементтердің периодтық заңына жаңаша көзқараспен қарауды қажет етті. Периодтық жүйедегі элементтің реттік саны химиялық қана емес, сонымен бірге физикалық та мазмұнға ие екендігі белгілі болды. Данышпан ғалым, француз бактериологы Пастердің зерттеулерін жалғастыра отырып, Парижде алғаш рет бірқатар аурулардан, сібір жарасынан, тауық індетінен және құтырудан сақтандыратын екпелер жасап шығарылды. Неміс микробиологы Кох және оның шәкірттері құрт ауруының, обаның, дифтерияның қоздырғыштарын тапты және оларды емдейтін дәрілерді жасады. Талантты американдық механик, кейін ірі өнеркәсіп иесіне айналған Генри Форд автомобильдердің бірнеше түрін құрастырып, сынақтан өткізді. Ол атақты Форд Т моделіне айналған желілік өндірісті 1908 жылы іске қосты. 20 ғасырдың басында Белл ойлап тапқан телефон үнемі жетілдіріліп отырды. Попов пен Марконидің радиоқабылдағыштары, фонограф Эдисонның, ағайынды кинематограф Люмьерлердің жасаған бұйымдары қолданысқа енді. Теңіздегі ауыр артиллериямен қаруланған, брондалған аса қуатты алғашқы әскери теңіз кемесі 1905-1906 жылдары Англияда жасалды. Оны Дредноут, жау жүрек деп атады. Көп ұзамай осындай кемелер Германияда, ақш пен Ресейде жасалынды. Ғылым мен техника қарқынды дамыған индустриалды елдерде өркендеудің жаңа кезеңі басталды. Бірақ бұл үрдіс қарулануды ұлғайтуға, адамзатты күйретудің жаңа әдістерін жетілдіруге әкелді.